Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін қайтарымсыз грант бойынша бірінші поток басталды. Барлығыңызға сәттілік. 1.380.000 теңгеге грантқа заявка тастау басталды. Біз заявканы осы ЭЦП кілтімізбен кіреміз. Одан кейін мына жерде мой кабинет дегенге өтеміз. Адамның суреті тұрады осы жерде. Сосын гранттың астында проверка статуса дегенге өтеміз. Бірінші осы тексерістен өтіп аламыз. Мен проверка статусаға заявка тастап қойдым. Заявка тастау үшін сіздер мына жерге согласен на сбор и обработку персональных данных дегенге галочка ұрып, проверить деп РСА қол қою кілтімен қол қойып, запрос тастайсыздар. Мінекей өте көп адам бүгін бірінші поток басталғалы отыр. 61.383 адам өтінім тастап үлгеріпті. Мінекей обновление жасап, бұл очередті біз азайтуымыз керек. Осы очеред азайған кезде сіз полный проверкадан өтесіздер. Проверкадан өткен соң, мына бизнес-план деген бөлікке өтіп, өзіңіздің бизнес-планыңызды жүктейтін боласыздар. Бұл жерде екі категория қарастырылып отыр. Бірінші, жұмыспен қамту санаты бойынша жұмыссыз немесе 3 жылға дейінгі кәсіпкерлер қатыса алады. Бұл жұмыспен қамту санаты бойынша. Одан кейін әлеуметтік санат бойынша сіз мүгедек болсаңыз, қандас болсаңыз, қоныс аударушы болсаңыз, немесе мүгедек баланы тәрбиелеуші болсаңыз, одан кейін көп балалы отбасының әйелі не күйеуі, одан кейін аяз палатын аз қамтылған отбасылар қатыса алады. Одан соң жаңағы пособие алып отыратын асыраушынан айырылған әкесі қайтыс болса, мысалы асыраушынан айырылған пособие алушылар қатыса алатын болады. Одан кейін қосымша условия, бұл сертификат болу керек. Сізде міндетті түрде бизнес бастау бойынша сертификатыңыз болу керек. Сол кезде сіз заявка тастаудың проверкасынан өтесіз. Осы тексерістен өтіп барып, сіз заявка тастайтын боласыз. Барлығыңызға сәттілік. Ол үшін сіздер мына жерде айналмалы обновление бар, осыны басып отырыңыздар, ұдайы басып отырыңыздар. Мына сандар азаю керек. Мінекей, міне қазір 61.374 болса, мен обновлениені басайын, 61.362-ге түсті. Міне очередь саны азайып жатыр. Осылай сіздер уақытпен әр 10 минут сайын обновление істеп отырыңыздар, адам саны азайып отырады. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Осы обновлениені басып отырыңыздар, очередь азаяды. Қарап отырмаңыздар, проверка қашан бітеді деп қарап отыруға болмайды, себебі уақыт өткен сайын өте көп заявка тасталуда, осылай тұра беретін болады. Сіз егер обновление істемесеңіз. Жақсы, барлығыңызға сәттілік тілеймін. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Өте пайдалы, тегін ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Барша қазақ еліне сәттілік тілеймін. Осы қайтарымсыз грантты ұтып, өз кәсіптеріңізбен айналысып, мықты кәсіпкер болуларыңызға тілектеспін.